Достар, қайырлы күн. Бүгін сіздермен ең сүйікті салатым фунчоза жасаймыз. Ең бірінші бізге май қажет, су май қажет, 70 миллиграммдай. Одан кейін етіңізді салып, жақсылап қуырасыз. Қуырғаннан кейін ол жұмсақ болу керек, астын басып қуырасыз. 1 сағаттай көлемінде менде пісті етім. Егер етіңіз жабысып жатқан жағдайда, онда кішкене су құйсаңыз болады. Көп емес, кішкене. Сонда етіңіз тушиться етіп, күштілеп піседі. Одан кейін пиязыңызды саласыз. Пиязыңызды сары болғанша жақсылап қуырып аласыз. Өзіңізге ұнайтын дәмдеуіштерді осы кезде қосып жерсеңіз болады. Тұз, бұрыш деген өзіңізге ұнайтын дәмдеуіштерді. Одан кейін теркадан өткізілген сәбізді саласыз. Міне өзіңізге осылай соломка ретінде турап, бұрышты және қиярды саласыз. Жақсылап араластырып, 3-5 минут көлемінде астын басып қойып қуырып аласыз көкөністерді. Одан кейін осылай фунчозаңыз дайындайсыз. Қайнаған суға салып қоясыз. 8-10 минут салып қойыңыз қажет, бетін жауып. Дайын болған фунчозаңызға осы алдын ала пісіріп алған подливыңызды араластырасыз. Соевый соус 60 миллиграммдай құясыз. Бірақ өте көп болып кететін сияқты. Егер сізге кішкене ашықтау свет ұнаса, онда сіз азырақ қосаңыз болады, 40 миллиграммдай. Мен 2 адамға арнап жасадым. Егер семьяңызда одан көбірек адам болса, отбасыңызда, онда осы берілген заттарды 2-ге көбейтіп, 4 порция жасасаңыз болады. Менде 2 порция шығады. Салатымыз дайын болды. Бетіне күнжіт сеуіп әрледім. Үлкен рахмет менімен бірге болғандарыңызға.